Ой, мына жетелдерде бір надайыл бір видео түсірейін десең айқайлап тұр сөйлеседі ғой. Не бол сонша айқайлап сөйлесетін? Не сөйлесіп отыр? Не істеп жатсыңдар? Жетел, неғып ашуланып тұрсың? Сен неғып жылап тұрсың? Не істеп тұрсыңдар? Жетел, айтшы маған, не істеп тұрсыңдар өзі? Бір видео түсіргізіп едіңдер ғой ағамға. Надайыл жынға тиіп. Короче, мына жетел біздің үйімізді барлығы тонап кеткен, осы ауылдағы бүкіл ақшаны алып кеткен, дыбы қалдырмай. Сен қалай рахаттан видеоны түсіріп отырасың мына жерде, а? Так, мынаны естіп бір түрлі болып қалдым ғой. Барлық үйді тонап кеткен дейсіңдер ма? Жетел, сен не істегенсің? Маған ақша керек болды, сосын тонадым, амал жоқ. Кешіріңдерші мені, өтем. Енді мені ауылдан қумаңдаршы. Құрту керек бұны, ауылдан қуу керек. Мерге айтып қудыртамыз бұны. Өтем, мені кешіріңдерші, ендігі жолы ешқашан қайталатынбайтын болады. Өтем, кешіріңдерші мені. Жетел, сенің өзінен де бір үлкен қате болыпты ғой. Орлықтың түбі қорлық деген осы жетел. Ешқандай ауылды, ешқандай үйді тонаушы болма екіншіде. Так, жігіттер, жетелдер, бір кешірім берейік енді. Бұған енді өте қатты ақша керек болыпты, бірақ та енді ұрлаған дұрыс емес, білем. Бірақ енді бір жолға енді бір рет кешірейік. Егер де екінші рет тағы да тонайтын болса, онда оны ауылдан қууға енді тура келеді. Так, жетел, менде қазір біраз алмаздар бар. Негізінде бір кішкене алмаздарым бар. Содан саған жартысын берейін. Сен қалғандарын енді өзің енді жұмыс істеп, сөйтіп табасын деген ойдамын енді. Жарайды, Олжас, саған рахмет, ақша берейін деп жатқаныңа. Ендігі жолы енді іштен тонамайтын боламын. Дәл осы жерде күте тұр енді. Жетел, қалғандарын кете беріңдер. Мен қазір аяқтан өзімнің жарты алмаздарымды алып кетейін, сандықтың ішінде болу керек. Так, все, мінекей мен өзімнің ақшаларымды алып алдым. Так, осыдан енді осылайынан бәрін бермеймін, енді осының 38-ін теңдей қылып бөліп алайық. Сосын саған берем. Мінекей жетел, сенің алмазың ендігі жолы ешқашан тонаушы болма, жарай ма? Ол тонау деген өте жаман нәрсе, оны өзің де білесің. Ешқашан тонаушы болма. Ұрлық, қорлық дегенді білесің деген ойдамын енді өзіңде. Енді осыны енді өзің былай жартысын ақша тауып, өзің істейтін шығарсың, жұмыс істеп деген сияқты. Так, яланды мен өзімнің үйіме барып енді рахаттанып тұрып, өзімнің видеомды түсіріп тастайын. Так, ақшаның жартысын салып қойайын. Так, все, так, бүгін қандай видео еді? Ұмытып қалдық қой. Ойбай, қазір шығам. Басыммен өтіп кетті ғой, не өтіп кетті. Так, Жотам, айта бер, жетел не болып қалды? Қаттай қыладыңдар ғой. Аңыз, сен адамдан көмектеске жетелің, бізді тағына тонап кетті. Сен енді адамнан қалай ақшаны алатынды білмеймеді. Егер де сен одан ақшаны алмайтын болсан, екеуінде бірдей ауылда қуып жіберетін боламыз. Бүгін түнге дейін ақшаны маған әкеліп беретін бол, ұқтың ба? Жарайды, білмеймін, білбелей қылып әкеліп беремін енді. Бірақ оның қатты ашуланудың керек жоқ еді ғой, жалпы айтқанда. Так, оны еще түнде ұрлау керек деген сияқты, оның үйін тонау керек. Так, қазір күн шығып тұр. Айтарын білмей қалдым ғой, әлі сағат деген түскі 2 ғой, әлі, қалай келемін. Енді енді түнді күтейік енді. Короче, білмеймін, бүгін түнге әкеліп бер. Жарайды, әкеліп берем енді, күтейік енді. Достар, өздерің көргендей жетелдер деген қатты ашуланып кетті. Бір жетел ауылда тонап кеткен деймар өрілдейді енді. Түнді күтейік енді. Ұйқы келіп жатыр ше. Түсім болыпты ғой, уже сағат деген қанша болғанын білмеймін енді, ала берейік енді. Лопатамызды алып алайық. Так, қосылды ма камера? Все болды, қосылыпты ғой. Достар, камераның ауыру баршы, кейде өзімен өзі өш қала береді. Так, қоя тұрында, мына жетел, так, былайнан барайық. Так, мына жақта біреу күліп отыр ғой. Все. Мына жетел үйінде мәз қодай жетелдер тонағанды, мені қайта тонамапты, Так, қай жағынан кірсек болады деген. Так, анан артынан кіру керек сияқты, осы жерден кіру керек маған примерно. Так, осылайна қазамыз. Так, мен неғып қолмен қазып отырмын, лопатам бар екен ғой. Так, все болды. Так, былайна лопатамен қазамыз.
Так, ал енді сындыру керек бізге мына киркамен. Так, осылайынан сындырамыз, қоя тұрыңдар. Так, мына осы жерлерді сындырамыз. Осылайынан, так, біз ұзаққа кетіп қалдық дейміз. Қоя тұрыңдар, үйінің түбі болса. Так, осы жерден қазу керек бізге. Так, все болды. Ё-моё, мына тас сияқты ма? Бөле оны сынбай отыр, анау жер емес сияқты. Так, үстіге қарай көтерілейік сәл-сәл. Так, осылайынан блоктарды қоямыз. Все болды, тас сындырамыз. Опа, жай достар, жай сөйлейміз. Так, осылайынан қоямыз. Опа. Так, не істесек болады екен. Так, меч тұсаймыз. Мә саған жетел, мә саған. Не ауылдар тонап жүрсің, айт мен саған. Сен не қайта-қайта ауылды тонай бересің, а? Шыңға тиген шығарсың уже. Жетелдердің бәрі маған келіп жатыр, Енді тонайсың ба? Айт, егерде ендіге тонайтын болсам, мен сені өлтірем точно. Кешірші, Олжас, кешірші, болды. Ендігіде осы жер тонамайтын болам, Олжас. Кешірші, өтем. Қазір ақшалы барлығын берем саған. Сандықтың ішінде жатыр ақша бәрі. Ойбай, ё-моё, мен де өзіме залға жүріп кетіп отыр ғой, түсіп кеттік қой. Так, мына сандықтың ішінде дедің ба? Так, опо, мынаның бәрі жатыр екен. Мен сені лопатамен мәссаған, ё-моё, талдырып тастадым лопатамен. Қазір енді оны милицияға беретін боламыз оны. Так, қазір біз оны егерде талдырмайтын болсақ, ол қазір қашып үлгереді. Сондықтан да мен әдейі талдырдым негізінде айтқанда. Оны сотқа беру керек. Бұның ісі дұрыс емес қой енді. Так, мынаны енді киркамен сындырып тастайық. Так, хопа. Бәсе енді сынды ғой. Так, аланда мына есікті қайда қойсақ болады? Так, қайда қойсам болады? Жарайды, неға қоя тұрайық. Қазір милициялар келеді тергеуге, анау-мынауға. Так, ал енді мына жерге жауып қояйық. Так, ана жерге қолым жетпейді екен, осы жерді жауа салайық. Все болды. Так, ал енді мынаның барлығын үйге барып салып тастауымыз керек. Так, все, қазір біз тонап болдық. Так, осылай, так, барлығын салып тастайық. Енді ё-моё, заттарды зорға салып жатыр ғой өзі. Алмаздардың барлығын салып қояйық, изумрудтардың барлығын салып қою керек. Енді ертең таң атпай емес, общем, азанғы сағат 10-дарда ұйқыдан тұрам. Сол кезде барлығын шетелдерге беріп тастауым керек. Жалпы айтқанда, ё-моё, бірақ та уже таң атып жатыр ғой бізде. Ё-моё, ай батып жатыр, қараңдар, күн қақтан шығады екен. Жарайды, күн шыққан маңызды емес. Енді қазір ұйықтап алайық. Енді азаннан бері әлі ұйықтаған жоқпын. Так, огородым өсіп кетіп, мынаны бүйтіп алып тастай салайық. Так, все болды. Ё-моё, жамағатты ұйқы келді да, сақ қойды. Ұйықтап қалайықшы, ё-моё.